In 200 meters, turn right. Бірлік деген ауыл, осы жерге келе жатырмыз. Арнұр деген оқушымыз бар. Соны үйіне келіп қал жағдайын білейін деп. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Мен бүгін қазір Алматы облысы Талғар ауданы Бірлік деген ауылға келіп тұрмын. Осы жерде қаңтар оқиғасында аяғынан жарақат алған Ануар деген жігіттің үйіне келіп тұрмын. Қазір үйіне кіріп, қал жағдайын біліп, не болғанын білуге тырысамыз. Жалпы ары қарай өмірі қалай жалғасып жатыр, үй іші қалай, әлеуметтік жағдай қалай деген сияқты. Міне үйіне кіріп келе жатырмын. Есік алды, міне қаңтардан бастап төсек тартып атқан жігіт. Міне үйі бізде осындай қол аяғы істеп тұрған кезде өз қолымен соққан үйі. Міне сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Ануар, ассалаумағалейкум. Ануар іште, ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Денсаулық қалай болып жатыр? Сіздің қал жағдайыңыз білейік деп, жалпы қалай болды, не болды, не істеп жатырсыз деген сияқты. Бұл не болды аяққа? Сол қаңтар оқиғасында жарақат алдық. Қалаға, дәріханаға, аптекаға барғанбыз. Нешесі күні? 5 күні. 5 күні, е? 5 күні. Аптекаға бардық, бәрі жабық, аламадық. Жарақат алғаннан кейін не болды сразу? Бірден скорыйге алып кетті ма, или қалай болды? Біреу шақырды ма, или өзіңіз барыңыз ба бәлсі? Жоқ, бірден скорыйға апарды. Айналамда адамдар көтеріп скорый басталды. Бісімбір алып бардық. Қаңтарда ешқандай ұрлыққа, тонау, ондайға қатысқан жоқсыз, е? Жоқ, мен үйден шыққан уақытым мен жарақат алған уақытым сол 2-3 сағаттың айналасы болды. Қалаға барғанымыз. Так, мынадан тиді, е? Мынадан тиді, мияқтан шығып кетті. Аяқ киім сыртынан тиді ғой сонда? Или қалай үстінен өтіп кетті ма? Тобықтың үстінен тиді. Тобықтың үстінен. Тобықтың үстінен тиді. Операция жасады ғой сразу? Операция жасады, ja. Бұлар не істеді сонда? Аяқты кескен ба? Қалай істеді сонда? Ана именно оқ тиген жерді. Ол жер жарамайтын болғанын алып тастады. В общем, сүйек жарамайды ғой, короче, жерде. 7 сантиметр сүйек жарамайтын болғанын алып тастады. Енді сүйекті дәрігерлер өсіреміз деп жатыр да, соны енді өсіріп жатырмыз. Күнде бұрап. Ана тобық қозғалмас деп, мына әдейі қатырып қойған ғой сонда. Мына шұрып аяқтың ішіне кіріп тұр ма сонда? Иә, сүйекке кіріп. Мұнан бәрі, мынау түгел. Қозғалмайды, короче. Қозғалмайды. Қаңтар, қазір тамыз уже 9-9 айға кетіп баратыр, е? 9 айға кетіп баратыр. Неше рет операция жасалды? Мынау соңғысы 5-ші болады. 5-ші операция. 5-ші операция. Больницада неше уақыт жаттыңыз? Больницада әр операция сайын 10-12 күн сондай жатырмыз. Сосын үйге шығарып тастады, е? Полиция қызметкерлері келіп сұрақ жауап алды ма? Жауап алып жатыр. Пока ештеңе келген жоқ онша? Иә. Жәбірленуші ретінде қарастырып жатыр ма қазір сонда? Иә, жәбірленуші ретінде. Түсінікті. Ануар, осыған дейін қандай тірлік, не кәсіппен айналысып едіңіз? Осы оқиғаға дейін. Бұл жағдай болмай тұрып, өзім жұмыс істедім Алматыда. 1-2 жыл болды жұмыс тоқтатып, бір жеке өзім жұмыс істеймін деп
жаңа ауылдың елдерін алынбаған қоспа сиырларын, қойларын жинап аламын деп поляға апарып қазақ үй тігіп. Мына сырттағы қазақ үй сол ма? Ақысына келсем де жаздай бағып беремін. Полясын суарып беремін қосымша. Сөйтіп жан бағып жүрдік осыған дейін, осы жағдайға дейін. Енді сәйкесінше 9 ай вообще жұмыс жасаған жоқсыз ғой. 9 ай енді. Әйеліңіз үйде, иә? Тоже қарап нетіп отыр. Келіншегім болмаса қиын да бұл. Бұралады, қолым жетпейтін аяқтарына. Бұрап береді, күнде сағат 2-ден 20 кеткенде бұраймыз. Өзінің уақыты бар, өзінің нормасы бар, иә? Ана миллиметр. Одан аз көп болмайды, короче. Күнде метр жасап берген. Мына шкаласы бар екен ғой мына. Осыған бір оборот келтіріп бұраймыз, 1 миллиметр. Бір обороты бір круг болып тұр ғой, короче. 1 миллиметр дейді. Мынау не, что-то мына жерде, ірім ба, не, мынау не, или... Мұнда аяқ ісіген, гематома отыр, кеше 1-2 күн болды, қамшы. Мынандай олатыр да, сіңіп мынандай. Ух, ё-ма, кетті ғой. Қан болып, 2-3 күн болды осы гематома. Не деп отыр? Барасыздар ма? Қашан келесіз бірі? Мейрам деп айтып отыр. Среда күні баратын шығармыз бұйырса. Өйткені бізде осы айдың аяғында рентгенмен келіңдер деген ғой. Түсінікті. Мына жер, үй өзіңіздікі ғой, кезінде сол денсаулық жақсы болған кезде өзіңіз соққансыздар ғой. Завод жұмыс істеген кезде көрініп тұр да былай, жақын арада солға. Кейін балалар өсті, сонымен олардың тамағы да өсті, сонымен үйдің бәрін шамамыз жетті. Тоқтаттық. Балалардың тамағынан аялмайық деп жаңа оқуымен тамағына салдық, сонымен үй қалды осылай. Так, үй немен жылытасыздар мына үйді? Осыған дейін көмірмен болған, иә? Газ жоқ. Газ жоқ. Көшеде бар, иә, газ? Көшеде газ. Ойладан отын дайындаймыз. Су жағы қалай вообще осы ауылда? Су кішкене осы биылдары жиі ұшып жатыр кейде. Су тоқтап. Ұшып қалғанда түнде ғана ма сонда? Қалай, күндізде жоқ болады. Жоқ, аққан кезде не істейсіздер? Шелекке, неге ыдыстарға қол бар ыдысқа құйып аласыздар? Неше сағат ағады тоқтамай? 3 сағат ағып, 11 сағат қалған уақыт тоқтай ма, әлде жарты күн? Қалса бір күн болмай қалды. Күн 2 күнге дейін кетіп қалады. Шат арқылы жаңа айтады, ескертеді, суды болмай қалады. Аптасына сондай болып қалады ше. Тракторға баклажка боламыз. Короче, мен түсінгенімше қазір үйде лечение жасап жатсыздар ғой мына. Е? Қандай дәрі? Укол ма или просто таблетка ма? Бұл обезболивающий укол. Уколды кім егіп отыр? Уколды өзіміз жазып береді, сол дәріхана соны сатып аламыз. Жоқ, уколды жамбасқа кім егіп отыр? Мен өзім қанат беремін, келіншегім сатып. Ол ана укол байқау керек, неге кетіп қалады, седалищный нервке тиіп кетпеу керек та. Өз несі бар, интернет қарасаңыз, жамбас 4-ке бөледі да, бейт бұрышына. Сол жағы сақ болу керек та. Медсестра, медпункт деген жоқ па мына жерде? Бар. Олардың білмеймін, қанша рет айттық. Келіп салу міндетті емес дейді. Міндетті емеспін дейм ма, сондай ма, сонда? Солай. Қалай, бір ауылдық емес па? 12-де кейде саламыз, олар келмейді. Ол любой уақытта қатты ауыру мүмкін ғой, короче. Күнде қатқаннан күнде сүйек қозғалады да. Что-то мына гематома ұнамай тұр ғой, слишком. 1-2 күн болды. Алдында да шыққанда қозғалып еді операциямен. Гематомада не, ана қою қанды алып тастады ма, не істеді сонда? Арқебі жоқ қой бұл жерде. Ана ойылып тұр ғой, короче, е? 7 сантиметр сүйек жоқ болғаннан кейін ана арға түсіп кетеді. Орын қуыс біз ана шпирист. Қазір сонда аяқты созса, аяқ қысқа болып тұр ғой мына біреу, е? Қазір созып көрсетіңізші аяғыңызды, соза аласа. Міне аяқ, міне төбеден нетіп тұр, міне. Міне. Уже бір 5 сантиметрдей болып тұр ғой, е? Бірақ мына аяқ сісіп тұр ғой, е, міне қазір. 5 сантиметр разница болып тұр ғой, короче. Мына аяқтың тырнағы өсіп жатыр ма, өсіп жатқан жоқ па? Жоқ. Тоқтап қалды ма или? Тоқтап қалды. Иә, сондай болады. Алған жоқ. Жансызданып тұр ғой, кішкене.
Түнде ауырады да көбінесе. Күндіз укол салып бір нәрсе алып шыдаймыз, түнде. Так, инвалидіңіз? Екінші группа шығарды. Ол екінші группа 57 мыңда сондай. уже беріп жатыр ма ақшасын? Или әлі? Уже қағазыңыз бар, как болады, уже енді? Аурухана өзі несін дәлелдеп, сол бойынша берген қағаз анықтама. Үйге келіп Түсінікті. Мына бөлмеде жатыр. Мынау туалет па сонда? Иә. Қалай, балдақпен тұрасыз да мынаған барасыз, е? Иә, балдақ. Домашний туалет, короче. Так, түсінікті. Жақсы, Ануар мырза, енді ана Алла шипасын берсін. Тезірек жазылып кетіңіз. Рахмет. Иә, енді қолдан келгенше көмектесіп, ендігі мақсат, біздің мақсатымыз сіздерге андай газ кіргізіп берсек деп тұрмыз, да? Алла берсін. Иә, газ кіргізсек, соны ыстық су пешін қойып берсек, ары қарай оңай болады ғой, жуынғанға, дәрет алғанға мысалы. Ертең күні қыстың күні көмір жақпайсыздар деген сияқты. Көп көмегі тиеді. Иә. Осы уақытқа дейін көмектесіп жатсың, рахмет. Садақадан әкеп жатыр балалар. Жоқ, ана газ өте қатты керек та, ыстық су, газ қатты керек. Өйткені су болмаса, ыстық су. Мысалы, жуынғанда, мысалы, қыста мысалы көмір жағу қиын ғой, мысалы. Тем более қазір әйеліңіз егер жұмысқа шығам десе, мысалы, көмір жағатын адам керек. Пешті қадағалап отыру керек постоянно. Мен жаңа көрдім котельный қаяқта екенін. Енді көреміз қолдан келгенше. Жақсы онда. Жазылып кетіңіз тезірек. Мен Байзакова Айнұр. Осы қаңтар оқиғасында жолдасым оққа ұшып, 2-ші дәрежелі мүгедек болып қалды. Мен баламен үйдемін. Баламен болғанда мен жұмысқа шыға алмай тұрмын, жолдасыма қарап. Қазір жағдайымыз солай біздің. Мен жұмыссызбын. Жолдасымның жаңағы несіне, инвалидностьына қарап отырмыз енді қазір таңда. Қаңтар оқиғасында сонда нақты не болған сонда? Қалаға жұмыстарымен барған ғой? Иә, аптекаға барды. Алматы қаласына. Алматыға барды, иә. Біз Талғарда тұрамыз, Талғарға жетпей, Бірлік ауылында тұрамыз. Иә. Ауырған соң аптекаға дәріге барды, сол жақта сол көшеде оққа ұшты. Ол 5 күні қаңтардың 5-інде болған оқиға, түстен кейін. Яғни қаңтардан бастап қазір төсек тартып үйде жатыр, жұмыс жасамайды. 9 ай болып қалды. Сіз де үйдесіз, балаларға қарап отырсыз. Қанша балаңыз бар? Жасы нешінші сынып айтып жіберіңіз. Қазіргі таңда 15 жаста қызым бар. Қаяқта оқиды ол? Ол 92-ші мектепте. Қалада 92-ші, Ганди атындағы. Және 12 жастағы балам бар. Ол да сол 92-ші мектепте оқиды. 6-шы сыныптан кейін нишқа тапсырды ғой? Нишқа тапсырды. Нишқа тапсырды, нишқа түсті ма, не болды? Жоқ, түскен жоқ, түсе алмады. Нишқа түсе алмады, е? Бірақ нишқа түсу үшін дайындық жасағанша қандайда? Жасадық, конечно. Қалай жасадыңыздар? Осы ауылда ма, қалаға бардыңыздар ма? Қалаға бардық, қосымшаға бардық. Қалаға, Алматыға бардыңыздар, е? Алматыға барып, дайындалып жүрді. Неше уақыт дайындалды? Ол 1,5 жыл дайындалды. 1,5 жыл. Ауылдан Алматыға қатынап 1,5 жыл дайындалды, е? Грантқа түсе алмады. Енді қазір оқуын 92-ші мектепте жалғастырады, е? Енді 3-ші баламыз 3-ші сыныпқа көшті. Осы ауылда 34-ші мектепте оқиды, Бірлік ауылында. Енді қазір мына қаңтардан бастап жолдасыңыз жұмыссыз, сіз сәйкенше үйдесіз, қаржы қалай отыр мысалы? Қалай мысалы күн көріп жатсыздар деген? Қиналып жатырмыз. Қиналып жатсыздар, е? Иә, сол енді. Туыстар көмектесіп, көршілер дегендей. Шамасы келгенше көмектесіп жатыр, е? Көмектесіп жатыр енді ол пока, иә. Оның алда қыс келе жатыр, сол бізге кішкене қиын болып тұр. Сонда табыс көзі қазір таза, сол инвалидностьтан келіп жатқан қанша теңгеденіз? 57 мың теңге. 57 мың теңге. Басқа ешқандай табыс көзі жоқ, е? Мен жұмысқа шыға алмай отырмыз, жолдасыма байланысты. Қазір күтім керек. Жүре алмайды. Мысалы, қазір жатыр.
24 сағат қасында бір қараушы болу керек, иә? Уколын саламыз, несін уақытысында жаңағы несін. Яғни үй мына өздеріңіздікі, кезінде денсаулығы бар кез өздеріңіз салғансыздар, жер үй өздеріңіздікі. Қазір мен қарадым жаңа, қазір тағы да көрсем, сізде су бар, бірақ газ жоқ, иә? Газ жоқ, сәйкесінше ыстық су жоқ. Яғни қыста көмір жағуға тура келеді. Көмір түсіру керек, оны кіргізу керек. Енді жылда өзі жағатын ғой, биыл енді мынандай жағдай отыр. Отын жару керек деген сияқты. Отын жару керек. Ол балалар кішкентай әлі. Балалар сабаққа барады. Сабаққа барады, кішкентай. Маған қиын болып тұр. Енді денсаулығы болса өзі жаға беретін еді, мысалы. Мен жұмысқа шығамын. Енді şimdi жұмысқа шыға алмаймын. Қазір мына лечениесіне сіздер қалай, мысалы, дәрі алып жатсыздар ғой? Ол ақшаны кім беріп жатыр? Вообще мемлекеттен бөлініп? Жоқ, ешқандай мемлекеттен көмек болып жатқан жоқ. Сол инвалидностьқа ғана беріледі, ол бірақ лечениеға беріліп жатқан жоқ, иә? Жоқ. Біз сұрап едік, ондай бізге берілмейді деді. Мына ауылдың врачтары, фельдшер, медсестра дегендер келе ма күндіз хотя бы? Жоқ. Қал жағдайын біліп, укол егіп деген сияқты бір. Даже кейде мен үйде болмай, бір нелерге кетіп салып беріңіздерші, өтініш жасасам келмейді ғой. Не телефондарын Жоқ, алмайды. мүмкін ақша сұрайды олар. Енді олардың жұмысы ғой, былай қарап тұрсаңызшы, енді күндізге келіп кетуге болады ғой. Мына тұр алыс емес, мысалы қарап тұрсаңыз. Алыс емес, иә? Амбулаториямыз алыс емес. Негізі скорилар да бар өздерінің положено. Негізі келіп кету керек. Ешқандай ондай не жоқ бізде. Ол қазақтар ма, ол қазақша сөйлейтіндер ма? Бәрі басшылар, бәрі қазақтар, иә. Олар не деп айтады сонда? Уақыт жоқ деп айтам ба, әлде біз міндетті емеспіз деп айтам ба? Қалай айтады? Қандай сылтау айтады? Перевязка жасауғанда басында проблема болды. Больницадан шыққанда біз ол жасай алмайды, мен жасай алмаймын, иә? Сол кезден жасап келіп нетіңіздер жоқ, біздің міндетімізге кірмейді, бізге перевязка жасайтын медсестра жоқ, бізде ондай медсестра жоқ деп сөйтіп. Одан кейін әйтеуір мен әпкемді шақырып жатып, ол жұмыстан кейін келеді. Күнде сол перевязкамен ауыру болдық. Одан кейін амал жоқ өзі жасап үйренді. Басын енді қорқақтайды, өмір ондайды көрмеген, мен де көрмегенмін. Сондай болып, өзі қиналып жатып, өзім үйренді. Қазір укол салып та үйренді. Басқа түскен соң сол. Түсінікті. Иә. Көмек жоқ. Сонда ол перевязка жасау білмейтін медсестралар істеп жатыр ма сонда? Бізге сөйтіп айтты, бізде ондай перевязка жасайтын медсестра жоқ бұл жақта деді. Келіңіздер дейді амбулатория, ал кім күнде ол қайтып барады, аяқпен бара алмайды. Өзіміз амал жоқ, әйтеуір бір нәрсе қылып жатып, үйреніп тұра алмайтын адамға амбулаторияға келіп перевязка жасатыңдар деп. Иә, сөйтіп айтты. Ол кісі ол жерде істеп жатқан медсестралар сіздер танисыздар ма? Осы ауылдың тұрғындары ше? Ауылдас қой былайынша айтқанда. Ауылдас, көрші ауылдікі, енді бәрін танымасақ та танимыз. Жалпы осы ауылда енді көп емес шығар, сіздер ғана шығар осы қаңтар оқиғасында. Өйткені мен жаңа келе жаттым да, мысалы, бір үйге келдім дедім. Сосын кім деп еді, мен атын білмеймін ғой, жолдасыңыз. Мен айттым, қаңтар оқиғасында жарақат алған жігіт деп едім. Бит былай деп көшені көрсетіп жіберді маған. Енді бәрі біледі ғой, жалғыз осы ауылда біз шыны керек. Талдықорғанда да жоқ екен. Жалпы бірлікте сіздер ғана болып тұрсыз, иә? Иә, ол медсестралардың перевязка байлай алмайды, білмейді деген қызық екен. Екіншіден, өте қиын болды январьда. Ең бастапқыда ғой. Ол бізді даже мен қарауға қорқатым, соны қазір беті бері қараған тұр. Енді страшно болды ол кезде. Мен нете алмаймын деп қорқамын, ондай өмір жасап көрген емеспін, шыны керек. Шын әпкем әйтеуір медсестра болған соң, ол жұмыстан кейін келеді, кеш келеді, ол бірақ қалада істейді да. Келіп әйтеуір жасап беріп, кеш жұмыс үйіне қайтады, әйтеуір сөйтіп жүрдік. Әурелеге салып бәрін. Енді ол өтті, енді қазір үйрендік, амал жоқ үйрендік. Уколды салып жатыр өзі. Қашанғы келген етесің? Уколды күндіздің өзіне салып берген жоқ. Келіп, мысалы, айтасың, проститесің, салып беруге олар жоқ. Сіздің фамилияларыңыз қандай? Сарсеков. Сарсеков Ануар, е? Ануар. Жақсы, мен қазір амбулаторияға барам, сөйлесем ғой жалпы. Не, қалай, кімдер отыр, олар не үшін отыр, айлық не үшін алып отыр. Олар енді осы ауылға салып берді ғой, олар бір қалаға, бір частный не емес қой, мысалы. Мысалы, мен өзім даже қалада мысалы травма алып нететін болсам, мысалы, мен барамда маған жасатып берді. Енді ауылда енді бұрын бізде звондап айтсақ, келіп салып береді, қал жағдайын біліп деген сияқты. Жарайды, түн ішінде келмесе де,
күннің өзінде бүйтіп перевязкаға өмір келген. Неше адам жұмыс жасайды сонда амбулаторияда? Ол біраз адам бар жүр. Енді санасын санап көрген жоқпын. Немен айналысады олар сонда? Кешке дейін бір отчет тапсыра ма, сөйтіп отыр ғой сонда. Сол. Енді жаңа сіздің жолдасыңызбен сөйлестім ғой, мына енді Құдайға шүкір үй өздеріңіздікі екен, үй өздеріңіздікі, жер өздеріңіздікі, құжаты бәрі бар, мысалы. Сол енді мен өзім және тағы да белсенділер, меценаттар болса, біз сіздерге көмек ретінде газ кіргізіп берсек деп тұрмыз да. Мысалы, газ кіргізіп, пешін орнатып берсек, ыстық су келіп тұрса, сонда сіздер уже газға көп ақша кетпейді ғой ай сайын төлегенде. Қыста қиналмайсыздар. Көмір түсіріп, көмірді лақтырып, оны ауыр, отын жарып деген. Мен өзім ауылда тұрған білем да, мысалы, өйткені ол жерде кәдімгі ер адамның күш керек. Күш керек, уақыт керек. Сонда қаңтарда осы жолдасыңыз жарақат алғаннан кейін өзін жағып, сол қыстай қиналып шықтыңыздар. Қыс қатты болды ғой. Таңертең суып кетеді, балаларым ұзадық дейді, ерте тұрып жағасын, сонда уже батареяны су тасиды, сонда өте қиналдым мен биыл. Алдында енді ондайға өзі істеген соң білінбейді екен. Енді биыл оны тіпті ол істей алмайды ғой, мысалы, сол бізге қиын болып тұр шығар қазір. Енді өз қол-аяқ сау болса, ол өз ішіне күн қайда. Егер қол-аяқ сау болса, сіздер ешкіммен қол жайып, алақан жайып, ешқандай көмек сұрамай өздеріңіз, үйді де өздеріңіз тұрғызыңыздар ғой, өз күштеріңізбен. Өзінің күші, өзі неде істеді компанияда, строительный Алинекс істеді, содан 10 жылдан аса істеп, ол жерден ауыр ғой, жұмыс оңай емес. Тем более Алматыға барып келіп істеді, мына жерден. Алматыдан барып келіп істеді. Так, жақсы. Ал ағайындар, әр қазақ мен жалғызым дейді. Міне осындай оқиғаға біз тап болып тұрмыз. Енді өзім мен мұғалім, математикпін. Мен өз атымнан көмек, ортаншы бала Арнұр, сол Арнұрды математикадан оқытамын 1 жылдай. Сөйтіп басқа мектепке біз дайындаймыз. Физика, математикалық зияткерлік мектепке түсіп кетуіне күш жұмсаймыз. Егер сіздер қол үшін көмек созатын болсаңыздар, біз осы кісілердің Каспий Голд'ын төмен жағына көрсетіп қоямыз. Мақсатымыз не? Үйге газ кіргізіп, пеш орнатып, ыстық су қосып беру керекпіз. Чтоб бұл кісілер, енді оның лечениясы қанша уақытқа созылады, мысалы. Санжар, қалың қалай? Жақсы. Неғып күліп тұрсың? Арнұр күлдіріп. Күлдіріп жатыр ма? Арнұр күлдіріп жатыр ма? Қалың қалай? Жақсы. Нешінші сынып оқыватсың? 3-ші сынып оқасың ба? Иә. Ата-анаңды ренжітпей көмектесіп жүрсің ба? Айтқанын тыңдап, Иә. жұмыс жасап, есік алдына шөпте чоқ қоймайсың ба? Шөп өсіп кетіп тұр есік алдына. Сол, құрметті ағайындар, немқұрайлы болмаңыздар. Жұмыла көтерген жүк жеңілдейді. Алла бұйырса, біз осы отбасын назардан тыс қалдырмай, аяғына дейін апаруға тырысамыз. Көмегімізді жат жолдан қалмау керек. Астына комментарий жазыңыздар, мен телефоным жазылып тұрады. Егер сенбесеңіздер, үйіне келіп көрсеңіздер болады, прям үйдің ішіне адресін бәрін қалдырып қоям. Алматы облысы, Талғар ауданы, Бірлік ауылы. Өшерге кіріп көрсеңіздер болады. Бұл кісілер кезінде денсаулығы бар кезде ешкімнен алақанын жайып, ешқандай бір тиынды сұрамаған, үйді өз күштерімен тұрғызған. Енді қаңтар оқиғасына білесіздер, талай қазақ қырылды, талай қазақ мүгедек болып қалды. Талай кісілер отбасынан айырылған кісілер де бар, мысалы. Сондықтан біз өзіміздің ағайындарды осындай қиындықта тастамайық, көмектесейік. Санжар, сен қазір нешінші сынып оқып жатырмын дедің жаңа? 3-ші. 3-ші сынып. Қай жерде оқып жатсың? 34-те. Ол не 34 деген? Мектеп па? Осы ауылдың мектебі ма? Осы ауылдың мектебі, 3-ші сынып оқып жатсың. Не істейсің мектепте сабақтан басқа?
бір андай бір спортқа бір кружок деген бар ма бұл ауылда? Бар. Қандай кружокқа қатысып жүрсің? Боксқа қатыстым ғой. Боксқа қатыстым. Үйірме. Иә. Осы ауылдың ішінде ма ол? Басқа жақта ма? Басқа жақта. Талғарда ма? Иә, Талдыбұлақтан алып кететін. Талдыбұлақтан алып кетеді да, оқушыларды жинап автобусқа салып алып кетеді, е? Микроавтобусы бар. Тренердің. Енді сен жалғастырмайсың ба спортты ары қарай? Әлде тоқтап қалады ма? Күреске барамыз. Иә, осында біздің мектепте күрес қана бар. Сол спорттан ше. Ол күрес болған ол жерде ана кілемі, несі, душы бәрі как болын жасалған ба? Әлде не жұмсақ нәрсе төсеген не? Мата төсеп соның ішінде, е? Спорт залында ашып қойған өз жерде. Түсінікті, е. Балалардың басқа. Жақсы. Енді қазір мектеп басталды ғой, мектепке сол дайындықтарыңыз қалай отыр? Сіз 2-3 баланы мектепке апарасыздар ғой. Сіз ресми жұмыссыз, мысалы, ресми жұмыс жасамайсыз. Сол жағынан қалай отыр? Мектеп жағынан ба, бір акиматтан келіп бір көмек көрсету деген бар ма жалпы? Жоқ, акиматтан ешқандай көмек жоқ. Мен бардым, мысалы, жұмыспен қамту орталығына. Жоқ, біз ешқандай көмек бере алмаймыз деді. Мектептен қалада оқитын 2 балама 86 000 теңге берді. Ол мектеп онда кәдімгі бюджеттен беріп тұр ғой, әлде мұғалімдер, ата-аналар жинап ақша беріп тұр ма? Жоқ, көп балаларға сөйтіп берді. Арнайы бағдарлама бойынша кәдімгі Қалған бала мектебінде берді. берді. Ауылдашы? Ондай жоқ, ондай ештеңе жоқ. Беріліп жатқанша біз ондай ешкім айтқан жоқ. Жоқ, сіз ауылдың мектебіне, мектеп директоры, класс жетекшісіне барып обращение жасадыңыз ба? Ондай болса өздері айтатын еді бізге. Ана мектептен айтты ғой 92-ден. 92-ші мектептен балалар осындай. Енді мұндайдан ештеңе айтқан жоқ, мен барып енді сұраған жоқ. Ауылдың мектеп... Жоқ, сұрамасаңыз барып сұраңыз, өйткені сұрамаған баласы жоқ дейді ғой. Барып жағдайды білетін шығар енді бүкіл мектеп. Бүкіл ауыл, бір ауылда бір нәрсе болса бәрі біледі ғой. Соны барып сұраңыз, жағдайды айтыңыз, мысалы. Ондай қаланың мектебіндегі оқушыларға көмектесіп, ауылдың мектебінде көмектеспеу ол. Бөлінеді ғой, бәрі мектеп. Қазір сонда 86-ның бөлінді, сол 3 балаға қазір жеткіздік, ол киім жоқ шығар оның ішінде. Әлде ең керек нәрселерін алдыңыз ба? Ең керек нәрселерін ғана алдық. Потому что мысалы былтырғылардың көбін киіп жатыр, мысалы. Былтырғы киімдерін көбісін қайталап киеді, е? Киіп жатыр, мысалы. Курткалар сол кезден, сумкалар сол кезден қалады. Енді бәрі дәптер, қалам сияқтындай канцелярский заттардың бәрі. Енді солардың самый главныйларын алдық, ең бастыларын алдық. Енді жекелерін алдық. Мысалы былтырғы сымдарын киеді, сол сияқты ғой, енді мысалы ше, тура келіп тұр. Енді сол негізгі енді қысқарған заттарын алдық. Негізгі заттарын алдық айтып, соған жеткізіп. 86-ды 3 балаға артып, бер тартып жеткіздіңіз, е? Түсінікті. Санжар сабақ жақсы оқу керек енді. Сабақты да жақсы оқу керек, спортпен де жақсы айналысу керек. 92-ші мектепке дайындаласың енді қалаға түсуге, экзамен тапсырып деген сияқты. Жақсы енді. Сіздің Каспий Голд нөміріңіз керек. Астына мен жазып қоям. Сіздің телефон нөмірі жазам, өзімдікін жазам. Мысалы, кейбір адамдар болады, сенбейді, алаяқтар ма, кімдер деген сияқты. Ондайларға айтатынымыз, келсін, көрсін, көзін жеткізсін. Енді бүкіл қағаздары бар ғой, операция жасалған түгел. Выпискасы бәрі бар, е? Түсінікті. Мен 5 операция жасалды осыға дейін. Операцияны қай жақта жасады? 4-ші поликлиника бар, қаладағы. Сүйінбай Пожаркин бойындағы, е? Иә, сол жақтағы. Оны жасағанда қалай? Бірінен соң бірін подряд жасады ма сонда? Жоқ, олар барамыз, көреді, айтады, операция, мына күнге операция деп өздері айтады. Мына жақтың портал алып барамыз. Талғардан аласыздар ғой? Иә, Талғардан аламыз. Талғардан сіздер порталға қағаз аласыздар, е? Порталмен барамыз, иә. Сөйтіп 4 рет операция жасадыңыздар? Уже 5-шісі кетті, е? 5-шісі кетті. Енді қалай болады? Тағы да жасаймыз дей ма операцияны? Оны енді барған кезде айтады. Біз рентгенге түсіп барамыз, соған қарайды айтады. Мынау енді тағы да болады деп ойлап отырмын, өйткені аяғында ісік пайда болды. Жоқ, барғанда немен барасыздар сіздер? Таксимен барасыздар ма? Таксимен.
такси мына жерден кемі бір 2000сыз бармайды ау. Сон такси кейде ғана барып жүрміз таксимен. Енді негізгі жездем апарып жүр қазір мен. Ол үйде болмай. Мына жерден егер конкретно такси жазса 2000-3000сыз бармайды мысалы. Біраз ара қашықтық қой қазір. Почти Талғарға жетпейді. Қаланың өзіне, развилканың өзіне дейін бір 15 километр бар кемінде. Ары қарай тағы бір 5 километр, 20-25 километр ғой сіздердің больницаларыңызға дейін. Түсінікті. Жездеңіз жақын жерде тұра ма? Жақын жерде тұрады. Жаңа әпкеңіз, е? Әпкемнің жолдасы ғой. Жаңа укол перевязкаға көмектескен. Түсінікті. Қазір үй жағдайында сонда сіздер өздеріңіз емдеп жатсыздар ғой? Иә, перевязканы өзіміз жасаймыз. Мына болтын бұраймыз. Бір уақытта күніге бір уақытта мына жерде белгіленген, соған әкеп бұраймыз. Түсінікті. Бұрын алдында 8 болт болған. Мына операция деген 4 болтқа түсті. Алдында 8 болт бұраймыз. Каркас болмысы. Азайтты, сонда өзіміз сол. Түсінікті. Мынау кәтеліне осы, е? Кәтеліне осы. Биыл өзі сондай болып қалды. Январ қалай нетті, солай бәрі ана жерінен тесілген, су ағып, менің сушы батареямның ішінен су ағып, енді постоянно су құйып тұрмаса. Даже мына пешті ауыстырмаған өзінде жөндеу көріп болып тұр ғой. Мынау не бөлмені, мынау не бөлмені? Кәтелінеден бұлай өте бересіздер, е? Кафелден бері сонда жауып тастадық, енді шағын болады, не болады деп. В общем, су кеп тұр. Қанша тонна көмір алдыңыздар былтыр? Біз 4 тонна алдық. Тоннасы қаншадан сонда шамамен? 100 мыңға түсірдік қой, доставкасы бар бәрімен. Это 100 мың болды. 100 мыңның ар жақ бер жағы, е? Плюс еще тағы отын жару керек қой. Отынымыз бар, е? Мына отынға ора ма? Жоқ, отынды біз мына жақта. Мынау не, мына жақта? Алдында бір мал байлағанбыз. Мал байлап үйде қарап, е? Иә, сонда малмен айнысам ба деп салған еді ғой, содан. Мына жерге қазір. Соқты. Отын да ана жақта. Оғана мал бағатын киіз үйі ғой, е? Бұны да бір ана оралмандардың алған ғой, бұл үй болған соң айтып. Содан сол жаққа малға нетем деп одан өтір. Осында жағдай болып қалды бәрі. Үйдің түсірті мынау міне. Үй әжептеуір. Енді мына жерде сіздерде газ кеп тұр, е? Иә, мына трубасы өтіп. Ау? Трубасы өтіп тұр, не бәрі. Көштердің бәрінде бар ба? Мұның бәрін кезінде әжептеуір жасапсыздар ғой мұның бәрі. Забор, сад, варата бәрін жасапсыздар, е, түгей? Сол қаңтардан кейін тоқтап қап тұр ғой сонда да? Балаларға шама жетпей шөп өсіп кетті, өз болғанда ондай болмас еді былтыр. Орақпен, шалғымен шаппаса. Түсінікті. Мына жерге астына жинап қойын, су кемесін деп. Енді бұйыға жететін бары деп отырған. Осыған жинап қойын, соны алып. Ең бұйылға отын дайындап жатсыздар ма жалпы? Жоқ, былтырғы дайындалған отынымыз жетеді деп отырмыз барымыз. Бұйыл, анау былтырғы отындар ғой, мынау, е? Иә, сол жетеді деп. Әй, мынау жетпейді ау. Енді онда жаратыны бар арасында. Иә. Түсінікті. Ауылда су дұрыс емес, е? Дұрыс емес, е? Су дұрыс емес, үйістіп, су аққан кезде толтырып қойысыздар, е? Бір толтырып қойса, су неше күнге дейін өшеді сонда? 2 күн жоқ болады кейде. Звондап жатамыз, ой, жасап жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр дейді.
Ол жыл сайын сондай ма, сонда? Жылда солай ма, елде быйыл сондай болып тұр ма? Жылда сондай болады. Өткенде ана Тұзды Бастауда сондай шу шықты ғой, су болмай жатыр деп. Ана Инстаграмға. Биыл осы жиі болып кетті. Жылда болады судың тапшылығы. Бізде ана Бесағашта трассаның төменгі жағында проблема жоқ судан. Ал жоғары жағынан постоянно проблема. Өйткені мен базарға барам, тамақ ішетін кезде ылғи қол жуғанға су жоқ болады, туалетте су жоқ болады деген сияқты. Қазір ауылдың амбулаториясына баратырмыз қазір. Білейік жағдайды. Неге олар келіп перевязка жасамайды, неге укол егіп бермейді жалпы. Немен айналысады деген сияқты. Ассалаумағалейкум аға. Не амбулатория қай жақта мына ауылда? Ана медиктер отыратын. Бағдатсың, больницасы. Осымен жүре бересің. Аха. Мешіттен өтесің, соның кейінгі қарасаң, көрше тупик болады. Иә. Сен сол тупикке жетпей солға бұрыласың. Главный трассаға шығасың, Талғарға. Иә. Сол бері қарай келе жатсаң, амбулатория деген табличка ілініп тұр. Хорошо. Жақсы. Мостқа жетпей. Аха, рахмет. Танисыздар ма ана кісілерді? Морской дей ме? Постоянно арақ ішеді ғой жолы. Так, мынау не дейді бізде? Страховка дейді. Типа центральный көше ма сонда? Или центральный емес па? Сәлеметсіз. Амбулатория қай жерде? Қонаққа келдіңіз ба? Bir rет келді ма, хотя бы сол медиктер? Иә, келді. Басында бір рет келді, болды ма сонымен? Мешіт деген осы мешіт жаңағы. Қазір ауылдың ішімен келе жатырмыз. Жалпы мен білгім келіп тұр ғой, медиктер неге ол ауылда келіп мысалы перевязка жасап көмектеспейді. Жауабын тыңдағым келіп тұр да енді. Бұлдана ма, бұлданбай ма, сылтау айта ма, не деп айтады жалпы? Не әңгіме айтады, сол маған қызық болып тұр да. Білмеймін, бір ауылда тұрған соң ол медиктер көмектесу керек сияқты шығар. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Амбулатория қаяқта? Иә, осы ауылдікі. Медиктер қаяқта отырады? Трассаға шығам, солға. Солға шығасың. Астымы болды, асфальтта кішкене өткеннен кейін бір кішкентай содан кейін бір заезд бар. Иә. Өз кішкентай бір асфальттан үйлердің арасымен бет жүресің, оң қартын жүресің. Былай басында Заезд оңға ма, солға кете ма? солға бері. Көтерілем, трасса чуть төмен, иә? Все, рахмет. Ошыма сабаққа баратын кезде қалай ару? Трассамен жаяу шығасың ба сонда? Трассамен жаяу шығасың, иә? Жаяу шығасың, сөйтіп қандай автобусқа отырасың? 207, ол қаяққа дейін жүреді ол? Саяхатқа дейін жүреді? И саяхаттан тағы бір автобусқа отырасың? В общем, екі пересадка ма вообще? Екі пересадка 92-ке прямой бара ма? Қалай ол? Жанына дейін барады. Санжар, сен досың кетіп баратыр ғой? Сен досың емес па? Танымайсың ба? Или бұл ауылда бір-бірін танымайтындар көп па? Мен өзім бірінші рет па, екінші рет келіп тұрмын. Дұрыс, әлі танысамай жатырмын да.
әпкенің туысқандары бар ма жалпы? Ағайындары, әпкесі, неше ағайындары бар? Екі ағайындар тапты. Екі ағасы? Екі ағасы, екі ағайынсы. Екі ағайын. 5 ағайынды ма сонда? Олар қаяқта тұрады? Жақын тұра ма, алыс тұра ма? Алыста тұра ма? Ауылдың амбулаториясына келдік. Қазір қараймыз. Солар немен айналысады, не істейді жалпы. Жабық дейді. Істемей ма не? Бүгін қай күн? істейді негізі. Бүгін қай күн? Демалыс қой. Демалыс күн істемей ма бұлар? Расписаниясын қалдырып қойып тұрған жерде. Расписаниясын. Сенбі түске дейін ғана істейді екен. Иә, демалыс күні. Бірлік ауылының дәрігерлік амбулаториясы. Жақсы, біз бұларға хабарласамыз. Соны сұрап білеміз. Неге бұлар келіп перевязка жасамайды, неге укол өтпейді деген сияқты. Басқа жұмыс күні келу керек екен, е? Мынау үлкен екен ғой, мына жерде кәдімгі бір 5-6 адам жұмыс жасайтын мекеме ғой мынау. Бұрын келіп пе едіңдер мына жерге? Иә, келдім. Бір укол алып, бір несе деген сияқты. Шымғылыға келгенбіз. Міне мынандай ауылға даңғарадай амбулатория сақ болған. Ішінде білмеймін қанша адам жұмыс жасайтын. Кемінде бір 5-6 адам жұмыс жасайтын ғимаратқа ұқсап тұр. Ауылдың адамдарына келіп перевязка жасап беруге, укол салып беруге бас тартады екен. Енді өзім бетпе-бет жолығып сұрап білейін деген себебі қандай жалпы. Неге сүйеніп бүйтіп айтып отыр? Ереже сондай ма? Әлде міндетіне кірмей ме? Әлде уақыттары жоқ па? Ол неменеге салды оны амбулаторияны? Санжар, сен енді күзден бастап спортқа қатысайын деп жатсың ба? Иә. Қандай спортқа қатысайын деп жатсың? Күрес. Күреске ма? Мектептің ішінде ма? Иә. Ол тегін ба? Тегін емес, ақшамен. Қанша теңге айына? Білмеймін. Білмейсің ба сен? 5-6 мың теңгенің көлемі шығар, е? Оған ана киімің, форма, аяқ киімің дайын ба? Иә, дайын. Қандай аяқ? Алып қойдың ба оның бәрін? Иә. Оқшым спортпен айналысуға дайынсың, е? Иә. Ол қалай, түстен кейін ба сонда? Или бірінші спорт сосын сабақ па? Түстен кейін. Бірінші мектепке барасың? Бірінші мектепке барам, потом... Бірінші мектепке барасың, сабақ оқисың, одан бар спорт, е? Иә. Класста неше бала оқиды? Класста 21 ма сондай оқиды, 22 ма сондай. Қазақ мектебінде оқисың ғой? Иә. Түсінікті. Сенің сыныбыңнан қатысатындар бар ма спортқа? Жоқ. Вообще жоқ. Жоқ па? Иә. Сен ғана қатысайын деп жатсың ба? Иә. Не үшін қатысайын деп жатсың спортқа? Біреу тисе ма, или өзің күшті болып жүргің келіп тұр ма? Күшті болып жүргім келіп тұр ба? Күшті болып тұр. Иә. Чемпион ба, бір олимпиада ма, бір орын алғың келіп тұр ма? Дұрыс. Ал құрметті ағайындар, міне жағдай осындай. Ол кісілердің Каспий Голд'ың телефон нөмірін Каспий Голд байланған нөмірін астына көрсетем. Өзімде нөмірін көрсетем. Егер ақша, қаржылай көмек жиналып бәрі жақсы болып жатса, осы жиналған ақшаға газдың кіргізілуіне, пеш қойдыруына бәріне өзім ат салысып чапқылап жүгірем. Көшеде міне газ келіп тұр міне. Аяқтан газ келсе, газды сол үйдің ішіне кіргізіп, сол пешті орнатып, ыстық су қойып берсек, ол кісілерге үлкен көмек болатын еді. Ары қарай қосымша көмек істеймін дегендер адамдар болса, өздеріңіз хабарласып, немесе Каспий Голд'ына ақша жіберіп тұрсаңыздар болады. Үй осы міне. Күш қайрат болған кезде, денсаулық болған кезде салынған. Қазір
Жолдасы да өзі де жұмыссыз, балалар мектепте. Балалардың үлкені 9 класста қыз бала, 6 сынып, 7 сыныпта ортаншы баласы. В общем, рентгенге талғарда түсесіздер, ол снимокты бермейді. Снимок вообще шығарып бермейді, олар бізде айтты. Не деп сылтау айтады сонда? Бізде ондай 10 жыл болды, ондай жоқ. Бізде вообще государство. В общем, компьютерден түсіріп алыңдар дейді ғой. Прям компьютерға бүйтіп барасыздар да телефонмен түсіріп ал дейді. Соны көрсетеміз, или шығарамыз, ол распечатка жасасаң, ол бәрібір анандай неге өзінің несіне болмайды ғой. Мына сұңқарға көбіне түсеміз, біз платный түсеміз, сұңқарға барып. Чтобы анау анық көрінсін. Ол сұңқарда қанша? Бір түскені платный? 4000 теңге. Бір түскені 4000 теңге. Каждый раз сол рентгенмен бару керек қой. Анау қалай өсіп жатыр сүйек, қалай бітіп жатыр. Біліп отыр, қисық па, түзу ма, өсіп жатыр ма, өсіп жатқан жоқ па, соның бәрін білу үшін міндетті түрде рентген керек. Рентген талғардың несімен барғанбыз бір рет. Ол енді дұрыс нетпейді деп бәрібір де разница болады ғой енді өзі шығарып бергенменен. Соткаға қағазға шығарып береді емес пе, енді бәрібір анық емес. Оны бүйтіп врачтар алып бүйтіп жарыққа бүйтіп қарау керек қой. Кинодағыдай. Сондай өзінің несі бөлек болады ғой. Енді қағазға шығарған мүлдем басқа. Сондай әйтеуір. Түсінікті. В общем, алда талай больница ашап қылайын деп тұрсыздар ғой сонда. Енді кім біледі. Сол хал жағдайдың бәрін жалпы біліп барып қайттық. Жағдай өте қиын. Күйеуі аяқтан жарақат алған, қаңтар кезінде оқ кіріп шығып кеткен, 7 сантиметрге аяқты кескен. Қазір сол корсетпен жатыр. Әйел жұмыс жасамайды. Үйде 3 бала бар. Қыста көмір жағу деген нәрсе бар, отын жару деген нәрсе бар. Сол біраз проблема болады негізі ауыл жерлерде. Сол құрметті ағайындар, қолдарыңыздан келсе, шамаларыңыз келсе, 500 теңгеден 1000 теңге, 2000 теңге болса да, кім 5000, кім 10.000 теңге, кім өзге прямой кеп көмектесе аламын, таныстарым бар, газ қостырып берем, пеш салдырып берем дегендер болса, хабарласыңыздар, өзіне хабарласыңыздар, маған хабарлассаңыздар болады. Бастан аяқ бәрін сопровождение жасап, мен аяғынан апарып көмектесуге дайынмын. Қолдан келгенше көмектесейік, әр қазақ мен жалғызым дейді, бір-бірімізді қалдырмайық. Қаңтар оқиғасы кезінде талай қазақ азаматтары зардап шекті. Қаңтар оқиғасында мен бір өзге ұлттардың, өзге диаспора өкілдерінің мен жарақат алды деген естіген жоқпын. Сол өзіміздің қарапайым қазақ баяғы. Қолдайық, көмектесейік, хабарласыңыздар. Мен телефоным астында тұрады міндетті түрде. Ануардың әйелінің Каспий Голды телефон нөмірін мен міндетті түрде видеоның астына жазып қоямын. Арасында да болады. Көмектесіңіздер. Егер бір сомнение болса, келіп көрсеңіздер болады. Тағы да қайталаймын, мекен-жайды. Алматы облысы, Талғар ауданы, Бірлік ауылы. Малкеева 59А деген көшеде. Аман болайық ағайын.